Армысыздар, қайырлы күн, қайырлы қазақ тобындағы бауырлар. Енді мынау кешегі өткен митингі жөнінде айтатын болсақ, расында да көңілімізден шықпай жатыр енді. Жаңа фейсбуктен де қарап отырық. Енді мынау кеште жазылған Фариза ханым жаңағы Гүлзира Ерімбекқызының жазғанын салған екен. Негізінде өте тамаша ұсыныс. Солай істеу керек сияқты. Енді дейтұрғанмен де ол мынау қазақтың басын біріктіру оңайға түсіп тұрған жоқ. Мен алдында бір жігіт, есімде жоқ қайсысы екенін айтқан, қазақ әлі ұйықтап жатыр дегенде, жоқ, қазақ ояу, тек біріктіре алмай жатырық деген. Бірақ енді мен сол айтқан ойымнан қайтам ба деп отырмын. Тіпті қазақ расында да жаңа Бақыт бауырым айтқандай әлі ұйқыда жатқан сияқты. Соның басын біріктіріп ояту жағын қарау керек. Енді мынау Дана қызым айтып отыр. Оның да айтуы орынды. Тек осы диванда жатып бәрі өз қарабастарын ойлап отқанға ұқсайды. Енді қалай еткен күнде де мынау осы чатқа кісі қосып солардың көзін асу жағын қарастыруымыз керек. Енді бұл биліктің негізгі енді кім деп біліп отыр ғой, олардың көзқарасы халыққа деген қаншалықты қарсы екенін енді жаңағы фейсбуктардан, жаңағы видеоларынан көріп жатырық. Енді біз батыстан болғасын мен өзім бара алмадым. Ортасында болған жоқпыз, көрмегесінен жаңағылардан қарап отырық қой. Енді мына билік өздері ұлықсат беріп тұрып, өздері қорқып, жаңағы белсенділерді жеткізбей ұстап алып жатыр дейді. Нағылған масқара ол енді. Ол неге ұлықсат берді, егерде олар ұстайтын болса? Қалай еткенде де халықтың сол жаңағы лидерлерді баста біріктірмеу, сол енді жаңағы сөйлеттірмеу, жаңағы айтып жатыр, жаңағы енді арасында барғандар толық сөздерін жеткізе алмаған, солар жеткізбей таратып жіберген. Енді ол дұрыс емес. Негізінде билікке шын талабымызды қоя білуіміз керек.